Ғайбаттың тұзағына түсіп қалудан сақ болайық. Ғайбаттың жазасы қандай? Бисмиллахи-рахмани-рахим. Құлақтан кірген суық сөз көңілге барып мұз болар демекші. Біреудің сыртынан айтылған сөздер жүрегімізге жара салып жаман сезімнің, өшпенділіктің тууына жол ашады. Ондай сөз ғайбатқа жатады. Абдулла ибн Амр радиаллаху анху былай дейді: мен Алла елшісінің салаллаху алейхи уәсәләм, кімде-кім бір мүмін туралы онда жоқ нәрсе айтса, жала жапса, Алла оны тозақтағы Радғат әл-Хабалға орналастырады дегенін естідім. Басқа риуаятта айтылғандай Радғат әл-Хабал деген не дегенде, тозақтықтардың денелерінен шыққан сұйықтық, тозақтың ең лас жері делінген. Әбу Дәуд және әл-Хаким риуаят еткен. Сондықтан пәленше бұлай істепті, біреу бұлай депті деген ақпаратқа нақты көзіміз жетпесе, ешбір сүзгіден өткізбей өзгеге жеткізуден барынша сақ болуымыз қажет. Ғайбат сөзді бар ықыласымен құлақ түріп, ынта қоя тыңдаған адам да ғайбаттаушымен тең. Ардақты пайғамбарымыз салаллаху алейхи уәсәләм, тыңдаған адам да ғайбаттаушылардың бірі деген. Сондықтан біреудің сыртынан жаман сөз айтылғанда оған тосқауыл болуы керек. Алла елшісі салаллаху алейхи уәсәләм, кімде-кімнің қасында мұсылман бауыры жамандалып, кемсітіліп жатқан кезде күші жете тұрып оған көмектеспесе, қиямет күні Алла тағала да оны төмендетіп масқара қылады деген. Ғайбат еткенге не жатады? Ғайбат етілген адамның денесінде, тегінде, мінез-құлқында, жұмысында, сөзінде, дінінде, дүниесінде, киімінде, үйінде, тіпті жануарларында болған бір кемшілігі артынан айтылса, яғни ол адам оны естігенде ренжитіндей сөз болса, ғайбат болады. Тіпті астарлап айтса, ишарамен, жазумен, әрекетпен білдірсе де, ғайбатқа жатады. Жалпы алғанда, ғайбат деген адамның сыртынан жамандау, өсектеу деген сөз. Ғайбат айтуға қатысатын дене мүшелері, тіл мен жүрек. Ғайбат деген тілдің індеті. Адамның тілі өзі кішкентай сүйексіз жұмсақ болса да, дұрыс жолда пайдаланылмаса зияны тастан қатты, мұздан су. Тіл ең қауіпті у. Адам тілімен кәлиманы айтып иман келтіреді, алайда тілімен ең ауыр күнәні жасауы да мүмкін. Тіл кішкентай, сөйте тұра оның істері үлкен. Алла тағала қасиетті кітабымыз Құранда, адам баласының қасында, оның аузынан нендей сөз шықса да бірін қалдырмай жазып тұратын бақылаушы періштелер бар. Қаф сүресі 18-ші аят деп ескертеді. Тағы бір аятта, уа, иман келтіргендер, Алладан қорқыңдар және дұрыс сөз сөйлеңдер дейді. Ахзаб сүресі 70-ші аятта. Осы тұста мына хадис еске түседі: мүміннің тілі жүрегінің түбінде болады. Егер бір нәрсені айтқысы келсе, оны жүрегімен тексеріп көреді, кейін тілімен айтады. 200-ді адамның тілі жүрегінің бергі жағында болады. Егер бір сөзді айтқысы келсе, айта салады, оны тексеріп көрмейді. Халқымыз тау мен тасты жел бұзар, адамзатты сөз бұзар дейді. Расында, адам баласы бір ауыз сөзмен өзіне азап келтіріп қана қоймай, адамдар арасындағы жақсы қарым-қатынасқа үлкен сызат түсіреді. Адамның туралықта болуы тіліне тікелей байланысты. Ал тілі бұзылса, адамның жүрегі де бұзылып, тура жолдан таяды. Бұл туралы ардақты пайғамбарымыз салаллаху алейхи уәсәләм былай дейді: адам баласы таңертең ұйқыдан тұрғанда бүкіл дене мүшесі тілдің алдында бас иіп, біз үшін Алладан қорық. Шын мәнінде біз саған тәуелдіміз. Егер сен туралықты ұстансаң, біз де тура жолда боламыз. Ал егер тура жолдан тайсаң, біз де таямыз деп айтады дейді. Біз бұл хадистен тіл дұрыс болса, басқа дене мүшелері де дұрыс болатынын анық аңғарамыз. Сахаба Әли радиаллаху анху: тіл дұрыс болса, өзге мүшелер де дұрыс болады. Тіл бұзылған кезде, өзге мүшелер де бұзылады. Аз сөйлеген адам тыныштық табады, қауіпсіздікте болады дейді. Бір кісі Лұқманнан мал етінің ең дәмді жері не деп сұрайды. Сонда ол малдың тілін берген екен. Әлгі кісі мал етінің ең дәмсіз жері не дегенде, Лұқман тағы да малдың тілін беріпті. Мұның мәні шынында жақсы сөзде, жаман сөзде тілден шығады. Егер тіл дұрыс болса, тәтті болма. Тіл бұзылса, ащы болма. Өйткені тіл жүректің қызметкері. Пайғамбарымыз Мұхаммед салаллаху алейхи уәсәләм бір хадисінде, расында қандай да бір адам Алла тағаланың разылығына бөлейтін бір ауыз сөз айтқан үшін қиямет күніне дейін Алла оған разы болады. Сондай-ақ енді бір адам айтқан сөзінің қаншалықты кесірлі екенін аңдамай сөйлеген үшін Алла тағаланың қаһарына ұшырайды. Әрі сол бір ауыз сөз үшін қиямет күніне дейін Алланың оған деген ашуы басылмайды. Қараңызшы, қандай үлкен ескерту. Осы хадистен ақ бір ауыз сөздің өзі тағдырымызға қаншалықты әсер ететінін анық аңғарамыз.
Кім көп сөйлесе, жиі қателеседі. Кім жиі қателесе, күнәға көп батады. Ал кім көп күнә жасаса, тозаққа көбірек лайықты. Омар ибн әл-Хаттаб. Сол себепті тілді тия білу күнәдан арылудың әрі иманды сақтаудың бір жолы. Ғайбаттың ең жаманы сол екіжүзділік. Арам пиғылды адам әділ жазғырушы кейпін киіп алып, өзін адал адам сияқты басқаларды үйрете бастайды, өзін басқалардан жоғары санайды. Ал кейде бұндай адамдардың қарапайымдылығы астында тәккапарлығы, тақуалығы астында атаққұмарлығы, даңқұмарлығы тығылып жатады дейді имам Ғазали. Өсектен кім құтылған? Мүлдем ешкімді өсектемеуге тырысқанның өзінде, бәрібір екі адамның басы қосылған жерде өсек бірге еріп жүреді. Дегенмен кейде біреудің тағдырын талқылап тұрып, ол туралы өсектеп тұрғанымызды байқамайда қаламыз. Шын мәніне келгенде, өсек бәріне ортақ. Әйелдерге де, ерлерге де тән әдет бұл. Бұл жағымсыз қылықты ислам діні үлкен күнәлардың қатарына жатқызады. Тіпті уақыт озған сайын Аллаға жақпайтын қасиеттің, адамға жақсылық әкелмейтін әдеттің түр-түрі көбейіп бара жатыр. Ғайбат Құран кәрімде өлі бауырының етін жеуге ұқсатылған. Ей, иман келтіргендер! Бір адамдар басқа бір адамдарды келемеждемесін. Бәлкім, олар өздерінен артық шығар. Әйелдер де басқа әйелдерді келемеждемесін. Бәлкім, олар өздерінен артық шығар. Бір-бірлеріңді ренжітпеңдер, һәм бір-бірлеріне лақап тақпаңдар. Иманнан кейін пасық есім қандай жаман. Ал кімде-кім тәубе етпесе, олар залымдар. Уа, иман келтіргендер! Түрлі жаман ойлардан сақтаныңдар. Шындығында ойлардың кейбірі күнә. Бір-бірлеріңді аңдыспаңдар, бір-бірлеріңнің сырттарыңнан ғайбат сөз айтпаңдар. Әлде сендердің біреулеріне өлген бауырының етін жеу ұнай ма? Сендер оны ұнатпайсыңдар. Алладан қорқыңдар. Шындығында Алла тәубені қабыл алушы һәм өте мейірімді. Хужурат сүресі 11-12 аяттар. Байқаусызда ғайбат айтып қойса, адам не істеу керек? Ғайбат етуден құтылудың жолы бар ма? Жауап: иә бар. Ғайбаттың не екенін және оның зияндарын білетін адам ғайбат айтудан құтылады. Төменде Алланың қалауымен бізге ғайбаттан құтылуға көмектесетін 10 амалды келтірейік. Мысалы, ғайбаттан жыланнан қорыққан адамдай қашады. Жыланнан қорыққан адам оған жақындай ала ма? Одан қорықпауы мүмкін ба? Ғайбаттан да сондай қорқу керек. Одан қалай құтылуға болады? Бірінші, ғайбаттың зиянын ойлау керек. Ғайбат етумен сауаптарының кететінін, тіпті ғайбаттаған адамның күнәлары да өзіне жүктелетінін білу керек. Хадис шарифте былай дейді: қияметте сауап дәптері ашылған адам дүниеде болған кезде мынадай ғибадаттарды жасаған едім, мұнда жазылмапты дейді. Олар өшіріліп ғайбаттаған адамның дәптеріне жазылды делінеді. Исфахани. Екінші, ғайбат осы дүниенің өзінде ақ атыңа кір келтіреді. Өсекші деген атқа қалдырады. Хадис шарифте былай делінеді: ғайбат еткен адамды тыңдаған адам да бұл күнәға ортақ болады. Табарани. Үшінші, бір адам басқа бір адамға ренжісе, оны жамандауға тырысады, оны ғайбат етеді. Ал біреуге ренжіген үшін өзін тозаққа тастаудың ақымақтық екенін білетін адам ғайбат етпейді. Ғайбат етумен оған зиян келтірген болмайды, керісінше өзін пәлекетке түсірген болады. Оған қоса жақсы көрмейтін адам оның күнәларын алып, орнына өзінің сауаптарын берген болады. Осыны білген адам өзіне сақ болады. Төртінші, адамдарды күлдіру үшін де ғайбат айтылады екен, немесе қуандыру үшін. Мысалы, қуана беріңдер, ана жалмауыз кететін болды десе. Жақсы болды құрысын деп атын атамай ақ біреуді меңзеп келе-келесе ғайбаттаған болады. Бесінші, ғайбат ететін адам мақтануды, адамдардың өзі туралы айтып жүрулерін қалайды. Ол үшін әр түрлі әдістерді қолданады. Мәселен, пәленше өте нашар тұрады деп айтады. Онысымен өзін менің тұрмыс жағдайым жақсы дегенді білдіреді. Өзінің жомарт екендігін білдіру үшін пәленше өте сараң адам дейді. Ол жаман қатал адам десе, өзін жуас етіп көрсеткені болады. Бұлай сөйледе ғайбатқа жатады екен. Ал одан не пайда? Алтыншы, өзгелерді ғайбаттап кемшілік іздейтін адам өз кемшіліктерін көре алмайды. Ал өзінің кемшіліктерімен әуре болған адам басқалардың кемшілігін көре алмайды. Ең дұрысы адам өзінің кемшілігін жөндегені. Жетінші, іштарлар, көре алмаушылар. Олар мал-мүлкі бар, дәулетті адамдарды жамандайды. Мал-мүлкі көп бірақ жеуді білмейді, өте сараң адам деп айтады. Немесе жоғары лауазымдағыларды жамандайды, директор болдым деп кісі болып қалыпты дейді. Бұлай айтумен ғайбатталған адамның малы да азаймайды, лауазымынан да түсіп қалмайды. Керісінше іштарлығы одан сайын қоза түседі. Оның үстіне ғайбат ету күнәсына булыққан үшін сауаптарын жақсы көрмейтін адамына берген болады. Сегізінші, естіген қызықты әңгімеңізді біреуге айтқыңыз келіп тұрса, міне өсек осыдан өріле бастайды. Бастау да сол. Осылайша 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды.
Ешкімге айтпа деген сөзіңіз әр өсектің алғы сөзіне ғана айналып, шаблон тіркес күйінде қалады да, сіз бастаған өсек өрби береді. Өз ішіңізге сыймаған сыр өзгенің ішіне қалай сыйсын? 9. Егер өзгелерге қатысты қандай да бір дау туғызатын немесе таңдандыратын жаңалығыңыз болса, оны сол адамның өзі айтпайынша, сіз көрімдік сұрап, айтпай-ақ қойыңыз. Сіз естіген, сіз таратпақ болған ақпараттың жалған болуы да мүмкін. Сондықтан болған жайтты көпшілік сіздің аузыңыздан естімегені дұрыс. Біліп қойған екенсіз, өзіңізге ғана аян болып қала берсін. 10. Егер әлдекімге наразы болсаңыз, мұндайда есікті тарс жауып, арғы жағынан сөйлемеуге тырысу керек. Егер әлдекімге ренжулі болсаңыз, және оған айтар назыңыз болса, бетперде киіп сөйлеудің қажеті жоқ. Ренішіңізді бетіне барып айтқаныңыз батырлық пен адалдылықтың белгісі саналады. Оған бәрін бетіне айтып жеңілдеген сырттан сөйлеп, күнә жамылғаннан әлдеқайда жақсы. Әрине, біреудің көңіліне титтей болса да қаяу салмаған дұрыс. Сондықтан оған наз айтарда барынша сабыр мен ұстамдылықты тиімді қолданыңыз. Бәлкім ол әлдебір нәрселерді дұрыс түсінбеген болар. Соның бәрін жақсылап ашусыз түсіндіріп, бірге отырып бұл әңгімеге нүкте қойыңыздар. Ғайбат туралы аяттың түсуіне себеп болған қандай оқиға? Сол жайында айта кетейік. Сәлман Фариси деген сахаба бір жорықта мұсылмандар арасындағы беделді екі сахабамен бірге жүреді. Жол жөнекей оларға қызмет етіп, бірге тамақ жейтін. Бір күні адамдар жорыққа аттанып кеткенде, Сәлман ұйықтап қалып, олардан көз жазып қалады. Осы уақытта Сәлман қызмет еткен екі сахаба оны іздеп таба алмай да шатырларын өздері құрып жайғаса береді. Сөйтіп Сәлман туралы, анау адам тігілген шатырға дайын асқа келгеннен басқа ештеңе білмейді екен ғой деген сөзді айтып қалды. Біраз уақыттан соң Сәлман келгенде, оны пайғамбарымыздың салаллаху алейхи уәсәләм шатырына қатық сұрап келу үшін жұмсайды. Сәлман радиаллаху анху қолындағы ыдысымен Алланың елшісіне салаллаху алейхи уәсәләм барып, «Уа, Расулалла, қасындағы кісілер сізде қатық болса берсінші деп мені жіберіп етеді» дейді. Сонда пайғамбарымыз салаллаху алейхи уәсәләм, достарын қатықты қайтеді, олар қатықты әбден жеп алды ғой деп жауап қайырады. Сәлман радиаллаху анху кері бұрылды да, осы сөзді сапарлас достарына жеткізді. Олар дереу орындарынан тұрып, Алла елшісінің салаллаху алейхи уәсәләм жанына барды да, сізді хақтықпен жіберген Аллаға ант етейік, біз орнымызға жайғасқаннан бері ешқандай қатық жемедік дейді. Сонда Алланың елшісі салаллаху алейхи уәсәләм, сендер өзара әңгіме жасап отырғанда қатық ретінде Сәлманды жедіңдер деп қатаң ескерту жасады. Дәл осы кезде Алла тағала өсек ғайбат туралы мына аятты түсірген еді. Араларындағы біреу бауырының өлі етін жегенді ұнатама. Әне, бұдан жиіркендіңдер. Олай болса, Алладан қорқыңдар. Хужурат сүресі 12 аят. Ғайбат жасаудың шариғаттағы үкімі харам.